Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақбас торғай. Сабақтың мақсаты шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау, сахналау. Әдебиеттік оқу бойынша 4-ші бөлім су тіршілік көзі тақырыбында басталады. Артық болмас білгенің. Су адам ағзасына өте қажет. Ғалымдардың зерттеуі бойынша судың біз білмейтін 20-дан астам емді қасиеттері бар. Су жүрек, асқазан, жүйке, ұйқысыздық, қан қоюлану, салмақ қосу, тері ауруларының сауығуына әсер етеді. Сонымен қатар жер астынан шыққан минералды суларға шомылу арқылы да түрлі аурулардан аюға болады. Сарағаш, құрық, фонтан. Қазақ ертегілері. Шығармаға жоспар құрасың және әңгімелейсің. Жаңа сабақ. Ақбас торғай. Ертегі. Ертеде бір жылдағы 365 күн бойына тырс етіп жаңбыр таңбақты. Жер бетіндегі мәуелеп өскен ағашта, құлпырған әсем гүлдер де, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырақтары да шыжыған ыстықтың салдарынан сарғайып солыпты. Бұдан былайғы жер тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын қарастыру үшін көп болып жиналып кеңес құрыпты. Сонда құстардың бірі, теңіз жағалауына барсақ, кеберсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой. Бірақ ол тым алыс. Енді не істесек екен, депті. Ақ тырна оның шарасы жеңіл. Теңіз жағалауынан шоқып, бір арық қазсақ, судың өзі ағып келеді, депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп теңіз жағалауынан арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана жаным қиналмасын деп, төбе жағын әппақ бояп алыпты да, құстарға қылшылдаған жас емес, қырқыл жыңның бірімін, басым да ағарды, бұл жұмысқа қайтып, атсалыспақпын, депті. Құстар оған қаласаң қал, дегеннен басқа ештеңе айтпапты. Сөйтіп, құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып, арық қазуға жапа-тармағай аттаныпты. Олардың шоқи-шоқи тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірердей болыпты. Олар ыстықтан шаршап өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстанып алып, жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Сөйтіп олар 7 күн 7 түн тынбай еңбектеніп, теңіз жағасынан арық тартып әкеліпті. Су ағып өткен алқап, жасыл түске еніп, гүл бәйшешек құлпыра ашылыпты. Бұны көріп, шаттанған құстар шаттық әнін шырқап, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бормен бояған торғай ғана 3 құса болып жабырқайды екен. Қанат қағып, шарықтауға, ән шырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп, басын да көтере алмапты. Қанша жуып арпалысса да, басындағы ақ борды кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазірге дейін Ақбас торғай деп атайды екен. Ал балалар, бұл ертегіміз балалар сөзі 100 томдық, 73 томдық кітап оқулығынан алынған. Екінші тапсырма. Сөздік жұмыс. Сауысқан, сорока, блак, тырна, журавль.
Крейн. Торғай, воробей, бөдейс. Есіңе сақта, үш тілде меңгерсеңіз, өзіңізге өте жақсы. Біліміңіз артады. Сергіту сәті. Орнымыздан тұрамыз. Кесіндіні құрамыз. Сәуле болып созылып, түзу болып тұрамыз. Нүкте болып қаламыз. Үшінші тапсырма. Мәтін неліктен ертегіге жатады? Ертегінің қай ертектерге жататынын білесің? Ертегінің қай түріне жатады? Әрине, қиял ғажайып ертегісіне жатады. Құстар адам тілінде сөйлейді ме? Әрине жоқ. Төртінші тапсырма. Ертегіні басқаша тағы қалай айтуға болатынын мән беріңдер. Осының ішінде ең басты тақырып қайсы деп ойлайсыңдар? Құстардың тіршілігі, құстардың қуанышы, су тіршілік көзі, жалқаулық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Су тіршілік көзі. Бесінші тапсырма. Мәтіндегі суреттерді пайдаланып, ертегіні әңгімеле. Үй тапсырмасы. 6-шы жаттығу. 82-ші бет. Ертегі бойынша берілген суреттерге тақырып қойып әңгімеле. Ал оқушылар, кері байланыс жасаңыз. Назар аударып тыңдағандарың үшін рахмет. Сау сәлемет болыңыздар.